қауіпті, қорғаныс керек. Мен олардың айтқандарын орынды деп санадым. Бұл жерде қала мен ауылдың шекарасында орналасқан, жалға алу бағасы арзан. Автобуспен қала орталығына жарты сағатта жетуге болады. Сондықтан мұнда көптеген жұмысшылар пәтер жалдап тұрады. Ал мен күзетімін, кіру жүйесі автоматты кешенінде емес, ескүйде тұрамын. Сондықтан қайдадан құрылыс материалдарын сатып алып, жұмысшылар жалдадым. Олар ауламның айналасына биіктігі 4 метр, қалыңдығы жарты метр болатын қабырға тұрғызды. Сол күні қызым етті жақсы көретінін ойлап, базарға барып шошқа етінің жарты ұшасын сатып алды. Етті жаңа ғана турайтын тақтайға қойғаным сол еді, кенеттен дауыс турайтқыштан зомби вирусының таралғаны туралы хабарлама естілді. Сол сәтте аула қақпасынан айқара ашық тұрған жерінен көзі ақшиып кеткен сүт тасушының аулада ойнап жүрген яяға қарай ұмтылғанын көрдім. Мен асығыс сүйектен ет ажырататын пышақты алып ас үйден жүгіріп шықтым да бар күшімен оның басынан ұрдым. Басына тиген соққыдан сүт тасушы бірден жерге құлады. Ал көшеде баяғыдан нағыз дүрбелең басталып кеткен еді. Мен тез қақпаны жауып, үйдегі барлық жиһазды сүйреп әкеліп, кіреберісті бекітіп тастадым. Содан кейін яяны көтеріп алып, екінші қақпаға шықтым. Анашым, үстімнен бәрі жабысқақ болып кетті. Есіге жаман екен. Жүрегім шым ете қалды. Төмен қарасам, яяның көйлегінің етегінде бірнеше қою қоңыртақ бар екен. Менің құшағына анан сені шомылдады. Бұрқылымдама примерно 4-5 күн бар. 4 күн бар. Мен оның денесіндегі көбікті жуып жаттым. Шомылдырып болған соң телефонымнан 100-ден астам хабарлама көрдім. Елік халықтан үйлерінен шықпауын сұрап жатыр. Зомбилер өте жылдам, тек бастарынан көзденді. Өлімге келетін қауіп бар. Бана инопланетяне. Бір стример блогердің видеосын көрдім. Ол шындықты білемін дейді. Оның айтуынша зомби вирусы сапасыз өлім жеткізушілердің жұқтырған азық-түліктерінен тараған. Вирус барлық жерде бір уақытта басталған. Ал қазір адамдар тек аман қалуға тырысып жатыр. Ол есептеп көріпті. Мемлекет бар күшін салған күннің өзінде де жағдайды толық бақылауға алу үшін кем дегенде 3 жыл қажет болады. Оның құны да өте ауыр болмақ. Сондықтан ол радио дайындап қойды. Шикіде жеуге болмайтын азықтарды тезірек пісіріп алуды және ұзақ уақыт үйден шықпай өту үшін су қорын жинауды ұсынған. Көп адамдар оны қорқыныш таратып, атақ жинап жүр деп айыптады. Аулада пеш жасап, қабырға бойына көп отын жинап қойғаныммен, ол да бір күні таусылады. Ойын кешкі астан кейін қала мен ауыл шетіндегі бұл аудан ең қызу уақытын бастан кешіретін. Ал бүгін айналада өлі тыныштық орнаған. Яя шам жаққысы келді. Мен оған сабырмен зомбилер жарыққа сезімтал екенін түсіндірдім. Оның қауіпсіздік үшін енді жарықты жақтай өмір сүруіміз мүмкін екенін айттым. Онда неге Масисят Цаоның үйінде шам жанып тұр? Яя айтқан Масисят Цао қарсы беттегі үйдің 3-ші қабатында тұратын. Мен яяның ойыншық түргісін алып қарадым. Қап-қараңғы подъезде тек солардың пәтерінде ғана жарық жанып тұр екен. Терезеден оның әжесінің шамды өшіруге көндіріп жатқанын көрдім. 2 уақыттан соң үй сатып алды. Мен шамды өшірмеймін. Әлі мультфильм көріп келеді. 2 емес, 5 мыңнан соң. Зомбилердің жарыққа сезімтал екенін біле тұра, олар шам жаққан. Көшеде сенделіп жүрген зомбилер айқайды ести салысымен, нысан тапқандай сол үйге қарай. Біз 99-шы ойнап отырып, әлі вертолет кешенінде лифтте баспалдақта карта арқылы ғана ашылатын. Сондықтан зомбилер жоғары көтеріле алмады. Бірақ бірінші қабаттағы тұрғындар зардап шекті. Жоғарғы қабаттағы аман қалған тұрғындар мұны көріп, терезелерін ашып, Масисят Цаоның отбасын сөзге бастады. Қалайша соншалық қауіпсіз боласыңдар? Шам жағуға болмайтынын білесіңдер ғой. Сендер зомбилерді таратып қана қоймай, бірінші қабаттағы адамдардың өліміне себеп боласыңдар. Бала шам жақса, сонша не болыпты? Олардың өліміне біз қалай кінәлі боламыз? Бірінші қабаттан пәтер сатып алғандардың өздерінің кінәсі. Яяны ұйықтатқан соң компьютер экранын барынша азайттым. Қараңғыда отырып әртүрлі сайттарды қарай бастадым. Органикалық тыңайтқыш жасау нұсқаулықтарын, егіншілікке қатысты материалдарды, жеміс ағаштарын өсіру мен балық шаруашылығы туралы ақпараттарды жүктеп сақтап қойдым. Көзімді қайта ашқанда, яя оянып кеткен екен. Анашым, қарным ашты. Сағаттан 8:30 болып қалыпты. Мен тез тұрып, төменге түсіп, яяға қоспа дайындадым. Өзім ботқа ішіп отырып, шкаптан жұмыртқа алуға бардым. Бұл ауылдың үй жұмыртқалары еді.
тұрып жатқанда біртүрлі нәрсені байқадым. Олар тым жеңіл, әрі суға салғанда қалқып шығады. Бұзылып кеткен бе? Бірақ ешқандай жағымсыз иісі жоқ. Мен жұмыртқаны күнге тосып қарадым. Ішінен балапанның сұлбасы көрінді. Мен асығып қалған жұмыртқалардың бәрін күнге шығарып тексере бастадым. Расында да басқа бірнеше жұмыртқаның ішінде де балапанның сұлбасы көрінді. Егер осы балапандардың бәрін таусылмайтын жұмыртқамен тауық еті болады емес пе? Бірақ тауықтар дыбыс шығарады. Ал олардың дауысы зомбилердің назарын аударуы мүмкін. Соған қарамастан апокалипсистің қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Қаладағы қорды жеп отыра беруге шешім емес еді. Бірақ жоғары көтерілгенімде Яяның случаймен бейнеқоңырау арқылы сөйлесіп отырғанын көрдім. Ашуланып кетіп бірден қоңырауды үзіп жібердім. Әкеме қоңырау шалуға кім рұқсат берді? Мен емес, өзі хабарласты. Яяны ұрысқаным үшін өзімді кінәлі сезініп сабырға келдім. Әкеммен не туралы сөйлестіңдер? Әкем біздің қайда екенімізді, тамағымыз бар ма екенін сұрады. Және де бізге келгісі келетінін айтты. Мұны естігенде ішім біртүрлі болып кетті. Егер бұрынғы күйеуім келсе, ол міндетті түрде және Яяны ығыстырып жібергісі келеді. Бірақ қала орталығы әлдеқашан құлаған. Ол жерден шығу оңай емес. Яя сүтін ішіп отырған кезде мен интернеттен балапан шығару жолдарын зерттей бастадым. Бір мақалада әтешке арнайы жағалық тағылса, оның шақыру дауысы бәсеңдейтіні жазылған екен. Соны жасап көргім келді. Балапандарды басып шығару ісіне кірістім. Картон қорап тауып, төбедегі ескі киімдерді төсеп шықтым. Жұмыртқаларды мұқият орналастырып, үстін матамен жаптым. Кейін жылытқыш пен қан қостым. Дайын болған соң Яяны шақырдым. Бұлар балапан жұмыртқалары. Біраз уақыттан кейін олардан балапан шығады. Сосын оларды сен өсіресің, жарай ма? Шынымен балапан шыға ма? Әрине, шамамен 7 күннен кейін жарып шығады. Сол күннен бастап Яя тамақ ішіп ұйықтап, кейде менімен бірге ауладағы бақшаны суаруға шыққаннан басқа уақытта қораптың жанынан бір қадамда алыстамайтын болды. Ас әзірлеуге құдықтан су алмақ болып аулаға шыққанымда қарсы үйден жан түршігерлік айқай естілді. Өтінемін, мені өлтірмеңіз. Бұл үмітсіздікке толы айқай тыныштықта ерекше қорқынышты естілді. Сосын ойыншық дүрбіні алып, көшенің әр жағындағы үйге қарадым. Айқайлап жатқан адам шамамен 60-70 жастағы қария екен. Оның үйіне алып денелі бір ер адам кіріп кеткен. Әлгі дәу қарияны тамағынан қысып ұстап, терезеге қарай сүйреп апарды. Ал төменде шуға жиналған зомбилер қаптап тұр еді. Сол қабаттағы басқа да бір пәтер иесі оның қарияны қорлап жатқанын көріп, араша түсу үшін сыртқа шықпақ болды. Масқара ғой. Бірақ әйелі қолынан ұстап тоқтатты. Бұл ма отбасының әлгі бұзақысы емес пе? Ондай адаммен байланысудың өзі қауіпті. Баламыз әлі кішкентай. Егер саған бірдеңе болса, біз не істейміз? Мұны естіген ер адам үнсіз қалды. Бұл үйде ма отбасының қандай адамдар бар екенін бәрі біледі. Қария жанұшыра жалбарынып жатқан кезде дәудің арт жағында Масяоцаның даусы шықты. Мен әжемен аулада ойнаған сайын мына сасық шал міндетті түрде маған ұрсатын. Бірде қоқыс шаштың деді, бірде басқа балалардың ойыншығын тартып алдың деді. Мен оны жек көремін. Әке, тезірек оны төменге лақтыра салайық. Мұны естіген әлгі қарияны жіберіп қалды. Қария бірден төменге құлап түсті. Ал төменде зомбилер қаптап жүрген еді. Енді маған қалай ұрсар екенсің? Тағы кімді ұнатпайсың? Ана шалдың үйіндегі азық-түлікті тауысып болған соң, әкем сен жек көретін басқа адамдардан да кек алады. Мен олардың подъезде не айтып жатқанын естімесем де, бәрібір қатты қауіп сезіндім. Менің қоршауым зомбилерден қорғай алады. Бірақ Масяоцаның әкесі Матен сияқты ессіз адамдардан қорғай алмайды. Бір нәрсе істеуім керек. Матен қарсы үйдегі барлық пәтерді тонап болған. Боже, достар, құшырып атық инопланетяне бар. Жөндегеннен кейін маған көп сым қалған еді. Осы сымдардан қарапайым электр желісін жасау үшін алған дуалды өлшеп алып, торды тартып шықтым. Тоқ жүріпті. Шығыны көп екен, сондықтан олы түнде өзім ұйықтап жатқанда ғана қосамын. Бірнеше күннен кейін Яя маған аты толқып келіп, балапандар шықтадан жарып шықты. Балалар әлі кішкентай, сондықтан оларға күтім жасауды Яяға тапсырдым. Бөлмеге кенеттен қарсыбеттегі тұрғын үй көшелерінен әйелдің қатты шағылған дыбысын естідім. Екінші қабатқа көтеріліп, осы тұрғын үй кешені жаққа қарадым. Кіреберіс алдындағы цемент үсті басы қан жуса жағылған бір бойжеткен жатты. Ал екінші қабатта
тығышықтай суық жүзі көрінді. Бойжеткен қазір зомбилердің қолынан қаза табады-ау деп ойлағанында ол керемет бір күшпен түрегеліп теңселе басып кіреберіске ұмтылды. Бойжеткен көз алдында зомбилердің бірі қыздың қолынан тістеп алғалы жатты. Дәл осы бір сықсам сағатта зымырап ұшқан жебе зомбидің басына тиді. Қыз сол сәтте картасын басына көріп кіреберіске секіріпті. Кеттік Али, тек ой. Жасаймын мен өзім. Қыздың бар зейінін салып Қаш. тартып тұрғаны көрінді. Али, қаш. Біз бөлігін бөлтіп қояды ғой. Бірақ есік алдында Мен бұны естіген бөле сияқты берем болды. жақсымын. Ол өз денесімен есікті Сендер мен бөле берем, қамалып өлтірмейсіңдер. қадағалады. Мен сендерді Жарты қырамыз алаңдап біздер. қалған зомбилердің назарын аудару үшін есікті бар күшімен жұлқылады. Маған оғыңды шығындама. Көп ұзамай сыртқа ұмтылған қыз зомбилер басып қалды. Матен оның бойын үстіне қойды. Есік ашық тұр. Зомбилер қызды қойып салған соң ішке қойды. Ол есікті жабу Али, делай деп қоясың ғой. бірақ өзі итеріп жүрген қызды Алдық. анасы кенеттен Кетті. атып тұрып оның аяғына жабыса кетті. Арамапты ғой. Матен Бері қанша кел. тырысса да оны сілкіп Али, тастай алмады. тоқта. Бірақ Матеннің зомбилер бәрібір тістеген жоқ. Оның Али. орнына Масси Атяу есімді Сын. әже кіреберіс есігін тарс еткізіп жауып үлгерді. Ал қыз бен оның анасы көп ұзамай теңселіп түрегелді де Беркелей. Сені фарш жасаймыз қазір. қалған Матен Бешбармақ. садақ атушы қыздың үйі жаққа қарап Айыр. Али, давай. Әлі бәлемді тартасың. Мен сені оңайлықпен босатпаймын. Мен іште сол қыз үшін қатты уайымдадым. Жақсы болғанда қарастырған жолымен сондықтан Матен кіреберістен сыртқа шығуға ұмтылған. Кешкісін қызымды құшағыма алып жатқанда кебек аспаннан тікұшақтың көрінгенін естідім. Тиісті қызметкерлер індетті бақылауға алған сияқты. Мен ашылып терезені аштым. Тікұшақтың дәл басымыздан гүрілдеп ұшып өткенін көрдім. Тікұшақ көрші тұрғын үй кешеніне қарай бағыт алды. Ол біршама уақыт сол кешеннің үстінде айналып ұшып жүрді. Дәмпиді. Адамдарды құтқару үшін Дәмпи керек дейді ғой. оның орнына дауыс күшейткіш арқылы үздіксіз хабарлама таратумен болды. Өтінемін, үміттеріңізді үзбеңіздер. Арнайы қызметтер құтқару жұмыстарын жалғастыруда. Өздеріңізге сақ болыңыздар және көмек күтіңіздер. Дауыс күшейткіш пен ұшақтың дыбысы тұрғын үй кешеніне зомбилерді жинап алды. Кешенді бүкіл зомбилер бір жерге жиналған кезде тікұшақ кенет бағытын өзгертіп, кешеннің сыртқа қарай ұша жөнелді. Ал зомбилер оның соңында тұра жүгірді. Ұшып кетер алдында тікұшақ кешенінің ішінде арнайы қажетті заттар бар. Достар, жалғасын салайын ба, салмайын ба айтыңыздар. Япырмай. Қаш. Қаптап келген зомбилер менің Мыналарды мен мыналарды қазір соқпам. бомбочкадан қолшамдалып тікұшаққа Мен қарай бөлеріме тиіспеңдер. ауладан Кеттіге. шыққан шам жарығы көріп Ойбай. тікұшақ А, бір кезінде ұшуға брата, қазақпыз ғой дегендей, өтіп кету дегендей. қарсы беттен Жоқ, мен қазақ емеспін. құлай бастады. А, Қазір жолда қазақ емес болсаң, өлтіруге тірі қалған адамдар тұрғын үй кешенінен шығып бірігіп менің аулама шабуыл жасай ма деп қатты уайымдадым. Бірақ мен Видео қазір. Тоқта. бәрін тағы да Тоқта, саған вешті тастаймын. Қошына мыналарын тұр бөлік. Бұл бірнеше күнге ғана жетеді. Қазір суда, электр жарығында құтқарушылар да жоқ. Бұны жеткізу бәрібір білеміз. Үйді басқарушы компаниядан естуімізше, үшінші корпустың ең жоғарғы қабатында біреу бірнеше жүк көлігін тола